Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және бүгін мен сіздерді Қуыршақтар мейрамы анимесімен таныстырамын және сіздер оны менің ВК тобымда қазақ тілінде көре аласыздар. Ал видео басталмай жатып сіздерге берер тапсырмам бар. Видеоның ішіне мен Шаринган және Риннеган жасырып қойдым. Видеоны көру барысында соларды тауып, тайм-кодын астына жаза кетіңіздер. Дұрыс тапқан барлық адамдарға менен лайк. Қуыршақтар мейрамы анимесі экшн, драма, күнделікті өмір, фэнтези, комедия жанрларын бір арнаға тоғыстырған тамаша туынды. Аниме небары 12 сериядан тұрғанымен, ол жерде көрсетілген оқиғалар тізбегі өте үлкен. Олардың барлығын тізіп айтып отырсам, оған 1 сағаттан аса уақыт кететін сияқты. Себебі мұндағы әрбір оқиға тізбегі артынан бірнеше күлкілі, кейде абсурдқа толы нәтижелерге алып келеді. Ал анимеде көбінесе бір серияның ішінде бірден 2 оқиға көрсетіледі. Аниме негізінен күнделікті өмір жанрында болған соң, ондағы кейіпкерлер кәдімгі шын өмірдегі адамдарға ұқсайды және кейіпкер ретінде өздерін толық ашуды қажет етпейді. Сіз оларды көргенде олардың кім екенін бірден түсінесіз. Бір жағынан олардың дизайны да кейіпкерлердің кім екенін айқын көрсетеді. Сол үшін барлық кейіпкерлерге тоқталып, оқиға желісін спойлерлаудың қажеті шамалы сияқты. Оның орнына тек басты кейіпкерлер мен оқиға желісінің басын ғана шолып өтейін және анимені көру қызығын сіздердің өздеріңізге қалдырайын. Оқиға желісі тасы өрге домалап тұрған якудза мафиясының мүшесі Нитта мен оның үйіне аспаннан түскен супер қабілеттерге ие қыз Хина жайлы баяндайды. Хина Ниттаны өз супер қабілеттерімен шошытқан еді. Сол себепті Нитта енді Хинаны бағуға мәжбүр болды. Аниме осы екеуінің өмірі жайлы баяндау керек еді, бірақ оқиға желісі одан да алысқа бара алды. Нитта мафиози болғанымен, ол ақ көңіл, қолы ашық, мейірімді жан. Адам өлтіру, біреуге қол жұмсау, қоқан-лоққы көрсету оған тән дүниелер емес. Оның орнына Нитта мафияға тиімді келісім шарттарға отырумен айналысатын адам. Қолы бос кезде қала ішінде қаңғып, қыздармен көңіл көтереді. Бір сөзбен айтқанда, нағыз заманауи якудза. Хина Ниттаның үйіне түскен соң, Нитта өзін қамқор, күтуші ретінде де көрсете алды. Хина болса көп сөйлемейтін ағашқа ұқсайтын адамдар өмірінен өте алыс кейіпкер. Сол үшін Хинаға жаңа өмірге бейімделуге тура келді. Ал бейімделу процесі ұзаққа созылып, тіпті анименің соңында ол процесс әлі аяқталмады десек те болады. Ең алғашында ол тіпті тек тамақ пен өз қажеттіліктерін ойлайтын, жалқау, ешнәрсе түсінбейтін кейіпкерге ұқсап кетеді. Дегенмен уақыт өте келе, Хинаның да жақсы жақтары көрерменге ақырында ашыла бастайды. Ең бастысы, Хина қызықты кейіпкер, ал оның қылықтарын түсінуге болады. Хина басқа сыймайтын, логикасы жоқ қимылдарға бармайды. Оның әр шешімі өзіндік логикаға негізделген. Келесі кейіпкеріміз ол Анзу. Анзу Хинаны өлтіруге келген болатын, яғни оны Хина екеуін басқарып отырған ұйым жіберген болатын. Алғашында Анзу азулы, ашулы, бұйрықты орындау барысында ешкімге аяушылық көрсетпейтін тұлға ретінде көрсетілді. Алайда Хинамен болған сайыста Анзу жеңіліс тауып, Хина одан әлдеқайда мықты екенін мойындайды. Мангада және анимеде көрсетілген себептер бойынша Анзу артқа қайта алмай қалады. Енді Анзуды үлкен өзгерістер күтіп тұрды. Ішкені алдында, ішпегені артында, Ниттамен бірге кең үйде шалқып өмір сүріп жатқан Хинаға қарағанда Анзудың өмірі нағыз сынаққа айналды. Өз күшін жұртшылықтың алдында қолданбауға тырысқан Анзу әуелде ұрлықпен күн көрсе, артынан сол істері үшін жауап беріп, енді ол үйсіз адамға айналды. Анзудың мінезі де алғашындай азулы емес, енді ол керісінше мейірімді, ақ көңіл, досшыл, өте адал және кейде аңғалдау, ақшаның құнын білетін өте тартымды кейіпкерге айналып шыға келді. Үйіммен байланысын жоғалтқан ол өз уақытын енді бұйрық орындауға емес, өзін тануға, жақындарына көмек беруге көбірек жұмсайтын болды. Ол мен үшін және анимені көрген көп адамдар үшін анимедегі ең сүйікті кейіпкерлердің біріне айналды.
Дегенмен оның өткір тілі ешқайда жоғалмады. Керек кезде ол басқаларды өткір сөздермен селт еткізе де алатын. Жалпы Анзу Хинаның ең жақын салыстырмалы прототипі ретінде көрсетіледі. Бірақ Анзу мен Хинаның мінездері бөлек болған соң, көрермен екеуінен де жалықпайды. Екеуінің оқиға желісі бойынша дамуы да екі түрлі. Хитоми Хинамен бірге бір сыныпта оқитын. Хитоми сыныптың старостасы және мектептің ең үлгілі оқушыларының бірі еді. Осы анимедегі барлық бас кейіпкерлердің өздеріне тән біртүрлі қылықтары және қасиеттері бар. Бірақ Хитоми ондайдан аулақ, және Хитоми анимедегі ең есі дұрыс, саналы адамға ұқсайды. Оның ең үлкен кемшілігі ол адамдарға жоқ деп айта алмайды. Сол себептен оның басы неше түрлі қиын жағдайларға тап болып, ақыры ол аз уақыттың ішінде Утаконың барында бармен болып жұмысқа кіреді және өзін мас күйінде тани алмаған сынып жетекшісі Мацутани сенсейге коктейль дайындап, оның мас күйдегі әңгімелерін де тыңдауға мәжбүр болады. Дегенмен, Хитоми өзін бармен ретінде жақсы көрсетіп, ол небары 12 жасында күніне 10 мыңнан аса йен ақша тауып жүрді және мектептегі сабағын да тастап кетпеді. Жалпы Хитоми барлығын ақылға салатын, салмақты әрі сабырлы бала болса да, ересек адамдар сияқты ойлана алатын. Ол моральдық және этикалық принциптері жоғары, жақсы тәрбиеленген қыз бала еді. Кейіпкер ретінде де ол дизайны тартымды, оқиға желісінде өз орны бар, жағымды кейіпкер. Мао аниманың басында және кейінірек соңғы серияларда көрсетілді. Ол да Хинаны қайтаруға жіберілген болатын, бірақ қате мекен-жайға түскен Мао ұзақ уақыт бойы белгісіз аралда қалып қалады. Өз ісіне берік ол қалайда Хинаны қайтаруға бел буады. Мао, меніңше басқа кейіпкерлердің арасында сәл қызық емес деу сияқты, себебі оның бойында оның өзіне ғана тән мейізі жоқ десек те артық етпейді. Я, ол мейірімді, ісіне берік, қиын кезеңдерде батыл шешім қабылдай алатын кейіпкер, алайда соның өзінде оны бақылау аса қызық нәрсе емес. Дегенмен, ол анимеде оқиға желісін алға жылжыту үшін және екінші сезонның басталуына түрткі болу үшін кіргізілген болатын. Одан бөлек анимеде Хинаның сыныптастары Ниттаның отбасысы, Утако Мацутани сенсей, Маами, Хитомидің анасы, Анзудың жаңа отбасысы, үйсіздер тобыры, якудза мүшелері және тағы басқа қызықты кейіпкерлер жетерлік. Олар анимені және оқиға желісін әдемі әндегі дер кезінде қолданылған дыбыс эффектісі сияқты көркейтіп және толықтырып отырады. Жалпы анимедегі кейіпкерлердің көптігі анимені бөлек әлемге ұқсатады, ал қазіргі кейіпкерлер саны аз сёнэндерде оқиға желісі вакуумда болып жатқандай әсер қалдырады. Бұл анимеде ондай әсер мүлде жоқ. Аниме жас ерекшелігіне байланысты әлеуметтік, жеке адам өміріндегі проблемаларды көрсете алды. Мүмкін осының барлығы анимеде бітпейтін төбелестер мен достық күші жайлы айтылмаған соң болған шығар. Десек те, аниме өз шынайылығымен бірден өзіне баурап алады. Және бір қызығы, авторлар сізге ұнатуға берген кейіпкерлерді ғана ұнатасыз, ал басқа екінші, үшінші пландағы кейіпкерлер толыққанды болып көрінгенімен, олар өздеріне аса тарта қоймайды. Тек Хина емес, мұндағы әр кейіпкер жан-жақты ашылған, олардың мінездері де әртүрлі. Олар сізге шаблонды, картонды болып көрінбейді, және оқиға желісі алға жылжыған сайын барлық кейіпкерлерде даму үрдісі тоқтап қалмайды, керісінше жалғаса береді. Басты кейіпкерлердің әрбірінен сіз өміріңіздің әртүрлі кезеңдеріндегі өзіңізді таба аласыз. Анименің супер қабілеттерді емес, қарапайым адами құндылықтарды дәріптегені қуантады. Және бұл құндылықтар көптеген анимелердегідей қайталана беретін шаблондар арқылы емес, кейіпкерлердің басына түскен жағдайлар арқылы нақты әрі түсінікті көрсетіледі. Ал супер қабілеттер осы анимені одан да қызықты ететін және басқа күнделікті өмір жанрындағы анимелерден ерекшелей түсетін тамаша соус қана. Тіпті анименің негізгі жолыны
Хина мен оның супер қабілеттері болса да, Хина өз мінезі арқылы супер қабілеттерсіз де өте қызықты және толыққанды кейіпкер болар еді. Анимеде тек романтика тақырыбы әлсін көрсетілді, бірақ бұл жайт жалпы анименің көрінісіне әсер ете қоймайды. Романтика тіпті бұл анимеге артықтау болар еді, себебі анимелерде көп сөз етілетін жасөспірімдік махаббат ол көп жағдайда қуаныш пен қайғыдан тұратын америкалық сырғанақ. Ал Хина Мацури сіздің жүрегіңізді басқа сезімдер арқылы елжіретеді, көзіңізден жасты әсерлі сәттермен ағызады, жүрегіңізді таза рухани мейіріммен толтырады. Осының барлығын ескере отырып, мен бұл тамаша туындыны кем дегенде 12 немесе 13-14 жастан асқан балаларға және көбінесе ересек адамдарға ұсынар едім. Аниме менің жеке ойымша сөзсіз masterpiece, не оған өте жақын. Дегенмен, бұл поп емес. Оны кез келген адам ұнатып кете алғанымен, оны барлық адам толық түсіне алмайды. Қалың көпшілік үшін бұл суреті әдемі, күлкілі комедия ғана. Бірақ бұл комедияны олар өте ұзақ уақытқа жадыларына сақтайды. Ал біраз жылдан соң ностальгия отына оранғысы келгенде, Хина Мацуриді қайта көрген олар бірінші рет көргенде байқамаған көптеген кішігірім детейлстарды байқап, бұрын түсіне алмаған нәрселерді енді толық түсіне алады. Сонымен, Қуыршақтар мейрамы ол қандай аниме? Бір сөзбен айтқанда, ол сіздің есіңізде ұзаққа қалатын, аниме қоржыныңызды тағы да бір топ туындымен толтыратын, 3,5 сағат уақытыңызды қызықты ететін ерекше әрі дара туынды. Ал сіздермен бірге болған аниме өмір. Видеоны соңына дейін көрген адамдарға көп рахмет. Шаринган және Риннганды тапсаңыздар, астына жазуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет тағы да, сау болыңыздар.